Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы самса қамырын дайындайтын боламыз. Менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Және де бір дана жұмыртқамызды жарып, оны да саламыз. Тұзымызды саламыз, яғни жарты қасық тұз саламыз. Көз мөлшермен салуға да болады. Және бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Барлығын жақсылап илеп аламыз. Иіні қанғанға дейін илейміз. Жақсылап біріктіреміз. Осылай біріктіріп, салафанға салып қоямыз. 15-20 минутқа салафанға салып қоямыз. Он 15 минуттан кейін тағы да қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Яғни жайылуға жақсы көмектеседі. Иіні қану керек қамырымыздың. Ендігіде қамырымызды екіге бөліп, екі күлше қылып жасап аламыз. Және күлшелерімізді дөңгелек қылып жаямыз. Қатты жұқа болмау керек, қалың болмау керек. Орташа деңгейде күлшемізді жайып аламыз. Енді екінші күлшемізді жайып аламыз. Жаңағыдай бұны да қатты жұқа емес, қалың емес, орташа деңгейде жаямыз. Осындай сармайды ертемізде жаңағы жайылған бірінші күлшемізді құямыз үстіне. Барлық жеріне сармай сіну керек. Сол кезде қамырымыз қытырлақ болып шығады. Жаңағы екінші жайылған күлшемізді осы қамырдың үстіне жайғастырамыз. Оған да сармайымызды құйып, жақсылап, қамырға сармай сіну керек. Сінгенше жағып аламыз. Және қамырдың шетінен бастап, дөңгелектеп, жақсылап, нығыздап, орай бастаймыз. Қамырдың араларына ауа қалып қоймау керек. Осылайша бұрап, тәрелкеге салып, морозильникке салып қоямыз. Жарты сағат көлемінде. Жарты сағат көлемінде морозильникке салып, осылай турап алғаннан кейін, тағы да морозильникке салып қоямыз жарты сағатқа. Осылай дөңгелектеп аламыз барлық қамырды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесуге болады, бөліктерге бөліп. Мен осындай үлкен бөліктерге бөлдім. Морозильникке жарты сағатқа қоямыз. Енді морозильниктен шыққан қамырларымызды осылай оқтаудың көмегімен жаямыз да, ішіне начинкілерін саламыз. Мен өзім фарш пен картошканы қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да начинкілерін салуға болады. Ішіне асқабақ қосуға болады. Және де самсамыздың формасын әртүрлі қылып жасасақ болады. Яғни 3 бұрыштап, дөңгелектеп, 4 піштілеп жасауға болады. Мен қамырлардың барлығын пайдаланған жоқпын, жартысын ғана пайдаландым. Қалған қамырды морозильникке сақтап қойдым, яғни келесіде жасауға ыңғайлы. Бірден морозильниктен алып, жасай салуға ыңғайлы қылып жасап қойдым. Мінекей осынша самса жасадым. Бір дана жұмыртқаны жарып, осылай самсалардың бетіне жағып шықтым.
Самсаның бетіне жақсылап сіңгенге дейін жұмыртқаны жақтым. Ендігіде күнжутымызды самсаның бетіне сеуіп шығамыз. Сол кезде самса өте дәмді болып шығады. Мінекей менің самсаларым дайын болды. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, әдемі, сап-сары самсамыз дайын болды. Өте қытырлақ, ішіндегі барлық қоспалары піскен. Достар, осы видеоның астына лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.